Климатикадан бөлінгендер, Тарасир және технология колледжі, биология пәні, тақырыбы антиденелердің құрылысы мен құрылымы, антиденелердің арнайылығы белсенді орталығының, мамандық тігін өндірісі және де киімдерді үлгілеу, биология пәні мұғалімі Тажыбаева Сағындаш Балтабайқызы. Оқу мақсаттары: антиген мен антидененің әрекеттесуін түсіндіру, бағалау критерийі: антиген мен антидененің әрекеттесуін түсінеді. Антиденелер организмге антигеннің жауап ретінде плазматикалық қосымшалар бөліп шығаратын қан сарысуының нарықтары. Антиденелердің маңызды әрі ерекше қасиеті: антигенді организмге қалай енсе, сол түрде байланыстырады және де олардың жою процесін бастайды. Антиденелердің молекуласы аминоқышқылдарынан тұратын 4 полипепидті тізбекті қамтиды. Олардың екеуі ауыр және де екеуі жеңіл. Жеңіл және де ауыр тізбектер бір-бірімен дисептивті көпіршілер арқылы байланысады. Жеңіл тізбектер барлық кластар мен ішкі кластар үшін ортақ болып табылады. Мына жерде жеңіл тізбек және де ауыр тізбектер. Олар дисептивті көпіршілер арқылы байланысады. Антигендер. Антиген грекше, анти қарсы, көне грекше, генесис шығу тегі. Организмге әртүрлі жолдармен енген және де оған қарсы жүретін иммундық реакциялар нәтижесінде адам мен жануар денелерінде қарсы денелер, антиденелер түзілетін табиғаты организмге жат ірі молекулалық протеинді заттар және олар полисахаридтер. Қанға еніп, ерекше антиденелерді қалыптастыруға қабілеті бар. Полисахаридті немесе ақуызды заттар. Барлық ақуыздарда өте ауыр дерттен қорғау қасиеті бар. Мысалға, адам жұқпалы ауруының қоздырғышымен залалданғанда, адам ағзасында оны осы ауру қоздырғыштарынан қорғайтын антиденелер түзіледі екен. Антиген мен антиденнің әрекеттесу механизмі. Антиденелердің бір антигенді екіншісін ажырата алатын қабілеті бар. Олар тек қана өздеріне қарсы жасалған және кеңістік құрылымы бойынша сәйкес келетін антигендермен кей жағдайларда қоспағанда өзара әрекеттеседі. Антидененің бұл қабілеті комплементарлық деп аталады. Антидене иммуноглобулиндер антигеннің әсерінен синтезделетін және арнайы әсер етуші белоктар. Олар өзінің химиялық құрылымына қарай ағзат қан сарысуы бола тұрып гликопротеидтерге жатады және полипептидтік тізбек құрады екен. Иммуноглобулиндер плазмалық қосымшалар шығарады. Олар қан сарысуында, лимфада, уыста, сілекейде, тошаланың сыртқы қабығында болады. Олар 5 топқа бөлінеді екен. Серология зерттеу. Серология иммунологияның бір саласы. Ол антиген мен антиденнің организммен тыс байланысуын және оны биология медицинада пайдалану әдістерін зерттейді. Зерттеу реакциясы. Зерттеудің серологик әдісі бірнеше реакциялардан тұрады. Олар агглютинация, тындыру, комплементарлы байланыстыру, иммунофлюоресценция, радиоиммунологиялық талдау, иммуноферментті болып 6 топқа бөлінеді екен. Ал енді тапсырмаға келетін болсақ, сәйкесін тап, анықтамалар берілген, соған ұғымдарды жазып шығасыздар. Екінші тапсырма. Берілген сюжет арқылы антиген мен антидененің әрекеттесуін түсіндір. Үшінші, соңғы тапсырма. Серологик зерттеудің артықшылығы мен кемшілігін анықта. Оқулықпен жұмыс жүргізесіздер. Зерттеудің артықшылығын және зерттеудің кемшілігін тізіп жазып шығасыздар. Дұрыс жауабын салыстырыңыздар. Рефлексия бүгінгі сабаққа. Түсінікті болып түсіндім, табысқа жеттім. Сұрақтарым бар, толық табысқа жеткен жоқ. Қиналдым, табысқа жетуім үшін қайталану керек. Сабаққа рефлексия жасаңыздар. Қорытынды. Бүгінгі сабақта
Biz antigen әрекеттесуін түсіндім. Гемоглобиндердің 5 тобын ажырата аламын. Яғни сериал зачатиесінің маңызын түсіндім. Сабақ аяқталды. Қош сау болыңыздар.